Барлығыңызға сәлем. Бүгін шай дастарханына қойылатын қазақтың ұлттық тағамы жент дайындаймыз. Жент қыста қатпайтын, жазда бұзылмайтын, әрқашан дәмі мен нәрін сақтайтын қазақтың ұлттық тағамы. Ең алдымен ыдысымызға талқанымызды саламыз. Ерітілген сары майымызды қосамыз. Мен қолдың сары майын салдым. Егер таппасаңыздар, дүкеннен 82% сары майды алып қоссаңыздар болады. Одан кейін сөгіншөңканы қосамыз. Өз қалауыңызша бал, жаңғақ, мейіз қоссаңыздар да болады. Осылай күрекшемен жақсылап араластырған соң, қолымызбен де жақсылап араластырамыз. Жентті әртүрлі формада жасауға болады. Мен арнайы осындай силиконовый формаларға салып шықтым. Барлығын осылай салып шығамын, қолыммен басып шығамын үстін. Барлығын салып болған соң, мұздатқышқа 30 минутқа қойып қоямыз. Одан кейін мен осылай жұлдызша формада да жасап қойдым. Отыз минут өткеннен соң мұздатқыштан алып, осылай тарелкаға қойып қоямыз. Өте оңай алынады осы формасын сақтап. Одан кейін шоколадты осылай ыстық суға ерітіп аламыз. Силиконовый форманың түбіне осылай жағып шығамыз. Жан-жағына осылай жағып шығамыз. Содан соң жентті саламыз үстіне, қолымызбен бастырып шығамыз. Тағы да мұздатқышқа 10 минутқа қойып қоямыз. 10 минут өткеннен соң алып, осылай тарелкаға қойып шығамыз. Шоколадты жентіміз дайын болды. Міне, өте әдемі көрінеді. Егер де каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қасындағы қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар.